Жатсыздар. Менің атым Қайрат Мұхаммед. 26-21 тамызда туған. Ұлым Еркін. Нағашым Жәртекей. Қайынжығым Итеді. Мына құнағиларымыз Жеңіскүл. Бұлғысы Итеді. Екеумізде сол Жемелей тумасымыз. Жаңағы мен Дәкек бауырым айтқан сауырым тумасымыз. Содан Ошақта өмір сүріп алған білесіздер осы елден қоныс аударып көшіп кеткенімізге 22 жылдан асты. Қазір Қазақстан деген елде Алматы деген қалада тұрамыз. Сол біреуден ілгері біреуден кейін дегенде өмір сүріп жатырмыз. Өмірге айтар өткен жоқ, ешкімге есен кеткен жоқ. Жеткізбей жүрсе біреулер маған жеткен жоқ деген қанағат сезіммен өмір сүріп жатырмыз. Біздің 4 баламыз бар. Жадыра Шуақ деген 2 қызымыз, Нұрсұлтан Иманғали деген 2 ұлымыз бар. Алланың берген. Сол 2 қызымыз оралма. 2-ші елек. Жадыра 9 жасында, Шуақ 6 жасында барды. Сол елге, сол біргеміз болды деп. Ең үлкен олжамыз сол 2 ұлымыз өмірге келіп. Жаңағы Құмарбек Сақырайын ағамыздың өлеңі бар. Тамағының астында иісі бар жалғыздың, менен ерке астыма бір әкеден жалғызбын деп, өзі бір әкеден жалғыз еді. Сонымен мен ұрпақтарымыз өсіп өліп келе жатырмыз. Енді айтайын дегенім, 2 қызым айтатұғым. Ол сендер ұзақтасыңдар, осыға өзіміз жақтан жігіт тапсаңдар жақсы болар еді. Ең ұлым айттым, сендер қайтан алсаңдар одаламдар, жауап жоқ, айтып қазақ болса болып деді. Сол жаңағы Мейрам Құдам айтып жатқандай, сол Дубегімізбен Шуағымыздың уәделес жүрген естің жаңағы. Жеңкендер арқылы шешесіне, шешесінің әкесіне жетеді ғой. Болды деді ғой. Мына Мейрам Құда қызылдың құлағы қандай қуанса, Қайрат құдасы Жеңіскүл құлағына сондай қуанады. Біраз енді той жүргіштім, мен 38 жыл асыра болған адаммын. Талайдың қызын ұзап келіп түсіріп едім, мынау өз басына егені қиын болады екен. Содан жаңағы Күсеміз шәкесі Қабден аға, мына бүргеніміз бар, бәрі құлағы сөйлесін деп. Сол бастамай жетір әңгімені. Дайындалып отырмыз ғой, мынау сөйлесіп беретін болды деп. Үтқан мұғалым бар бәрі келді. Содан айтып, сендер дегенен отырған білеміз деді. Айтсаңдар ше. Аламен бала өтелес жүрген, құдайым қамыл айтты деп айтпайсың деді. Мен содан бет ашып кетіп, содан Қызылхан деген туған бажам бар. Ол ана Қабден ағадан мен дос Қабденнің ағасы. Бұлардың сол кісіге сөз берген дейді, Қызылхан мен құлағын сөйлеспей болса. Әйеліміз қосыламыз. Қосылғанда қойып осы еді. Bir ekeyini baralar bağımlar değil. Oğlan ağına Kabdin Lütka Bürgede Kuan Bey Çarsanız kısır kanadara Kısır kanadara için çıktım istiyorum. Niye kulak söylüyorsun? Bana bağımlar mısın? İşte ne bilmeyin. Diğer kızı ne gelmiş? Uzak çıkıyor. Sonunda üzüldüm. Біздің енді Мейраммен Қайраттың отау дегенде қазақтар отау қосылды да қанша дегенде. Содан сол жаңа өздерің айтып отырғандай той өтті. Мына Құмар атамыздың қара шаңырағы Қабден ағамыз, ал Қасым әкеміздің қара шаңырағымыздың бірлер бауырымыз, Сәуле қарындасымыз, солар мына біздің Дубегіміздің ата-анасы болып, Шуағымыздың ата-енесі болып, осы келінді оң жақтардан түсірген осы біздің бірлеріміз бен Сәулеміз. Әуел айтты ғой, Мейрам танысаңда таныңдар, танымасаңда ғой, құда деген мен деді ғой. Мен қара шаңырақ, жақсы кіші олардың қара шаңырақ көрдім. Сонда мен ғана сөйлесімна Мейрам құда мақтанар екен.
Құданы интернеттен тауып, келінді Тораттан алдық деп. Сол елге ел қосылса, етекке жем қосылса құт деген осы. Және менің мерейге бауырым айтып жатырмын. Жаңағы Чижик төраға мен Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев құрдас па екен. Сонда мынау Қазақстанның екі атақты адам осы Түркияда туған күнді өткізді. Біреуі Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 5 айдың 15 жылды туған күнді Шиянда өткізді. Сосын біреуі Алашовтың атақты ақын Қайрат Құлмұхаммед туған күні кеше Маркөлде. Сонымен сөйтіп біздің тумегімізге туғанымыздың арқасында құда болып келіп жатырмыз. Енді мына кейінгі көбін кішісіндерді мына қызықтың көкесінде қыз жатқанда болады. Бұл өзі қыз дегенде өзі ақымен құтылар екенсің. Сосын жаймен ана Едебек бауырға құяның ақысында сөйлеуінде мен дейді ғой. Оларды малтауын көтеріп, бірлен бәрін ұзларынан ол жасаса, бұлардан құлақ шақырышы екен. Содан өзі әгіден екінші жылдың дастархан жөнделмегінде жеңіс күн кетіп түстен дейін кешке қарай қонақ келді ау дегенде мен барам. Содан өзі менің есебімде 23 жылдың қысқы соғымында Думек пен Шуақ 21 рет қонақ шақырды. Мөлшері 260 адам. Соның бәріне күтсек мына құда-құдағилар ыңғайсыздана сөйлесіп, сіздердің балаларыңыздан мейірімді құрмет көрсеткеннің орнына сөйтіп жатыр екенсіздер ұят болды ғой. Не ұят деді? Сіздердің жұмыс, біздің жұмыс бәрін бірін атқара береміз. Деп кейін ана Маркөлдегі ел жұрты бәрі айтты. Мына мейрам құдаларымыз, біздің құдағиларымыз керемет жатыр. Мейрам аңқау адам. Момын болған болмысы түзу ғана айтып, бұрмалау деген болмайды. Қызылқұл құдағиымыз ел жұрттың арасын береке мен бекемдеп жүрген пысық адам дейді ғой. Ал ол кісілердің әкесі Қасым деген кісі мектеп құрған адам. Осы Маркөл елдің білімінің алтын діңгегі саналған адамды естіген сен құда сен қуандық. Мен жаңа мен Нұрболат бауырым айтып жатыр ғой. Әлгі қыз бердім деп, ақыл едім деп Қайрат ағамыз шіренбек екен деп. Оны жек көріп. Ол күпірлік жоқ. Ол күпірлік жоқ. Күпірлікті Құдай да қош көрмейді. Енді сол барған жерде сол дүркінет отырған жақсы көреміз. Әгер өлшемді сұрақ, өлшемді жауап болса адам қарадай қысылып, екі қолын алдыңа сыймай, сөйтіп отырасың оданша бәрі жүк болып бұз емес пе? Сол, мынау рахмет. Мына достықты дәлелдеп жатқан менің Нұрболат бауырым. Жаңағы мәсіптайым жүр, тұңфым оққаптым деп ой, Нұрболат ол адамдар да болады деді. Мен екі рет сөйтсем құсап, метр бей сәйттен әрен жазып кірдім. Содан міне 35 жылдық достықтың дәлелі, ана өліктіктен зәрбеумен тіктірегім келді. Бағана Нұрболат айтып жатыр, сізді сыйлағанынан келдім, Нұрланнан қорыққанынан келдім. Сол рахмет. Алларыңыз бақытты болсын. Екі елдің арасында үстіп, екі елдің абзал саясаты, дос көршілік саясатының игілік көріп жатқанымыз осы ғой міне. Келіп жатырмыз. Енді мейрам мен Қызылқұлдың өші болып тұрған көп баласы жоқ. Маңдайдағы бақытысы, қандайдағы тәттісі осы тумегіміз бен Динамыз ғой. Содан о жақты дүркіретіп, өздеріңіз көрдіңіздер. Біздің бірлеріміз, сәулеміз дүркіретіп келіп түсуге той жасады. Солай болса да, осы елге бір мейрам қыра Қызылқұлдың бәрін қуансыншы. Осы жаққа ол елді кетті, құда-құдағи кетті. Денізден ішіндегі ғана оймен келгенбіз. Жақсы болды осында біле қарсы алып жатсыздар. Енді қарсы алып жерлерімізде бар еді.
Сол барлықтарыңыз сүйікті ұрпақтарыңыздың бақыт қуанышы жағынан көріңіздер. Мен біліп жағалай берділерім отыр, жағалай бере қарындастарым отыр, қыздарым отыр. Барлықтарыңыздың бақытты күндеріңізге куә болайық. Жарқын жүзбен кездесіп тұру нәсіп болсын. Ендігі сөзді мен Қазақстан Республикасының бірінші ханымы Жеңіс Күлтегін. Benedik'ten gerçekten saygın Türkiye kızdığı dostumuzdan sonra Benedik'ten durumuzun zaten kalıp cihazımızı verecek. Nerede söz verecek? Keresi söz dedim. Kazakistan Respublikası'nın birinci hanıma Cengiz Hanım'a söz verilmesi değer muayensuz karakterinde geliyor. Ondan başlayıp Almatı'da benim dostlarım Cengiz Kutlu görse karayısın birinci hanımın vatandaşı. O da buna Allah'tan şey vermiyor. Bir köpçü değil mi birisi? Karası söylüyorsun, doğru söyleyeyim mi demeksin? Doğru ekran sonra Allah dinçi değil. Buna cengileriniz, apaylarımız köpçüyle mi gitmiş? Yetkimize şimdi ilk boşak diye oldu. Bir bağayında ilk kısımlardan sonra ben soldayım. Solda buna taraftan kubiyamayı değil. Buna Cengiz Kutlu oyunlarımızın bağlılık diye kabul olmalı. Bağlılık diye kabul olmalı. İlk diye kabul olmalı. Cezdilerin bir katları ekin, karam ekin, karanjanlarını karamuka edip basaktıran ekin, odan öz karanlık öpesi gezgin otur. Osu diye kabul olmalı. Sonra buna elçi güçlü, akıl ölümcü dediğini tek görüyor. Bunlar bir türlüleri kapısına da Karakla, Türkçe kendi alıyoruz ya. Çünkü o zaman Türkçe'den ne tamam yapıyoruz. Son, bir de ciddi söylüyorsun. Sosyal medya. Önemli asaba ya. Hakkı olsa, aktarımda esne saktayamdan olsa, darında kosu gücü vereyim. İstedik burada. Aktarımız istedik.